Сәлем достар, бүгін видеода тегіс шеңбер тоқудың толық нұсқасымен бөлісемін. Бұл видео жаңадан бастаған тоқымашыларға ыңғайлы болып келеді. Асықпай, тоқудың нюанстарын, қыр-сырын көрсететін болам. Көпшілігінде дайын сұлбамен тоқығанда шеңбердің тегіс емес осындай алты бұрыш болып кетіп жатады. Соны болдырмай, шеңберімізді мінсіз тегіс етіп тоқуды үйренетін боламыз. Егер де сіздерге қызық болып жатса, бірге бастайық. Мінекей жіп алдым. Оның өлшеміне сәйкес ілмек бізімді алып алдым. Ең алдымен осылай саусағымызға орап, төменгі жатқан жіптің ішінен осылай бір ілмекті алып бекітіп аламыз. Мінекей бізде осындай сақина пайда болады. Бұл сақинаны амигуруми сақинасы деп атайды. Осының ішіне енді 6 ілмек тоқуымыз керек. 1, 2, 3, 4, 5 және 6. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді мынау жіптің етегін барынша тартамыз. Тоқыған қатарымызды осылай дөңгелетіп, бұл ең алғашқы дайындама қатарымыз болып табылады. Бірінші. Келесі қатар, міне байқасаңыздар, мынау ілмекке емес, бұл бекіткен ілмегіміз. Содан кейінгі бірінші ілмектен 2 жоғарғы жібін іле отырып. Осылай. Мен тоқу барысында мынау етегін қосып тоқып жүрем. Сіздер кейін бұл етекті қоспай тоқып, инемен жасырсаңыздар болады, немесе осылайша бірге қосып жіберсеңіздер де болады. Екінші қатардың бірінші ілмегі. Осы тоқылған ілмектен тағы да бір ілмек шығарамыз. Қосарлатамыз. Мінекей 2 болды. Белгі. Келесі ілмекке міне екеуін іле отырып, жоғарғы 2 қабырғасын іле отырып, тағы да 2 баған тоқимын. 2 ілмек. Мінекей бізде 4 болды. Келесіге де солай. 1 және 2. Осылайша қатардың соңына дейін тоқимын. Барлығы екінші қатарда менде 12 баған болуы керек. 12 ілмек. Екінші қатарымыз аяқталды. Келесі қатар, үшінші. Мұнда бірінші мінекей. Осы біріншіні қосарлып етіп тоқып аламын. 1 және 2. Белгімді ұмытпаймын. Келесінде тек бір ғана ілмек тоқимын. 1 баған. 1. Екіншісіне қосарлы тоқимын. 1, 2. Келесіне бір ғана баған. Бір қосарлы баған, бір жай баған. Тағы да қайталаймыз. 1, 2 және мұнда бір ғана. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Мұнда қосарлы. 1, 2 және 1. Қатардың соңында бізде 18 баған болуы тиіс. Үшінші қатарымыз аяқталды. Келесі 4-ші қатар. Енді қараңыздар, біріншісінде біз 3-ші қатардың басында қосарлы баған тоқыған болатынбыз. Осы қосарлы баған үстіне тек жай бір-бірден тоқып шығамыз, бір-бір бағаннан. Белгімді ұмытпайын. 1, міне екінші қосардың екінші бағаны. Мінекей, одан кейін біз қосарлы бағаннан кейін бір жалғыз баған тоқыған болатынбыз. Сол жалғыз бағанды біз қосарлы етіп тоқимыз енді. 1, 2. Мінекей, тағы да мұнда бір баған, и мұна келесіне қосарлы 2 баған тоқимыз. Бір баған және 2 баған. Осылайша мына қатар соңына дейін тоқыңыздар.
мінекей 4-ші қатар аяқталды. Барлығы 24 баған. Келесі 5-ші қатар. Мұнда біз қосарлы бағаннан бастаймыз. 1 және сол нүктеге қайтадан 2. Мінекей 1 нүктеден 2 баған тоқыдық. Енді 3 жай бағаннан тоқимыз. 1, 2, 3. Мұнда тағы да қосарлы баған. 1 нүктеден 2 баған. Келесі 3 бағанды жай баған етіп тоқимыз. 1, 2, 3. Осылай қатар соңына дейін тоқимыз. 5-ші қатарымыз аяқталды. Мінекей 6-ші қатар. Біз алғашқы қосарлы баған тоқылған жерге бір-бірден тоқимыз жалғыз бағандарды. 1, 2. Енді қосарлы бағанымыз аяқталған нүктеге, мұнда мінекей жалғыз тұрған нүктеге 2 баған тоқимыз қосарлы. 1, 2. Мінекей енді қалған 4 бағанды жай баған етіп тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4. Мінекей қараңыздар. Алғашқы қатарда қосарлы болған қатар, мінекей қосарлы баған біткен жерден келесі бағанды қосарлы етіп тоқимыз. 1, 2. Енді 4 баған жай қарапайым баған. 1, 2, 3 және 4. Осылайша қатардың соңына дейін тоқып шығыңыздар. Мінекей соңғы қосарлы баған тоқығаннан кейін жай 2 баған қалады, оларға қарапайым 2 баған тоқимыз. Себеп қатардың басында біз жай 2 қарапайым бағанымыз тоқып алған болатынбыз. Келесі 7-ші баған, 7-ші қатар кешірерсіздер. Мұнда қараймыз. Мынау жай баған және қосарлы баған. Осы алғашқы 4 бағанды қарапайым бағанмен тоқимыз. 1, 2, 3 және 4. 4 бағанды тоқыдық. Енді келесін қосарлы баған етіп тоқимыз. 1 және 2. Мұнда байқасаңыздар, мен әдетте осындай шеңбер тоқу барысында ешқандай сұлба қолданбаймын, себебі былай ойша тоқып бастай берем. Мінекей қосарлы баған тоқылғаннан кейін, мінекей қараңыз, мына жерде қосарлы баған, міне қосарлы баған, біткеннен кейін қосарлы баған. Ол баған біткеннен кейін тағы да қосарлы баған. Солай тоқимыз. Міне мұнда қараңызсаңыздар, мінекей мына жерде қосарлы баған тұр. Сол баған біткеннен кейін, мінекей мына жерде қосарлы баған тоқимыз. Яғни мұнда 1, 2, 3, 4, 5 бағанды жай етіп тоқып аламыз. 1, 2, 3, 4 және 5. Мінекей мұнда қосамын, мына жерде, яғни қосарлы болады. 1, осы нүктеге екіншіні тоқимын. 2, ары қарай тағы да 5 жай баған қарапайым, мінекей. Одан кейін мына жерге 6-шы қосарлы бағанды тоқимыз. Мінекей 7-ші қатардың соңы. Біз қатардың басында тек 4 бағанды ғана қарапайым етіп тоқыдық. Сол үшін 5-ші бағанымыз міне қатар соңында. Соны тоқимыз. Мінекей 5. 7-ші қатар аяқталды. Келесі 8-ші қатар. Мұнда бізде 6 қарапайым баған тоқылады алдымен. Біреулікке 1, 2, 3, 4, 5 және 6. Мінекей бізде
мындай двойная петля, прибавка. Содан кейінгі мынау ілмекке қосарлы тоқимыз. 1, 2. Келесіде де бізде 6 қарапайым баған. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді мұны жерге қосарлы тоқимыз. 1 және 2. Қатардың соңына дейін өздігіңізбен тоқып шыға беріңіз. Міне 8-ші қатардың соңы. Мен 6 жай бағанды тоқыдым. Соңғысы бізде қосарлы болады. 1 және 2. Енді қараңыздар, қатардың соңында егер бағаныңыз қосарлы болып аяқталса, келесі 9-ші қатарыңыз ол да қосарлы бағаннан басталады. Мінекей, мынау бізде 8-ші қатардың аяғы қосарлымен аяқталды. Сол үшін 9-ші қатардың басында қосарлы бағанмен бастаймыз. Мінекей, сонда қатарынан 2 қосарлы тұрады. Мұнда белгіміз тіліп қоюды ұмытпайық. Мінекей, 9-ші қатардың алғашқы ілмегіне. Енді мұнда келесі қосарлы бағанға дейін тоқимыз. Мұнда бізде 2, 4, 7 баған. 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7. 7 баған тоқылды. Келесі мінекей қосарлыдан кейін мұнда тағы да қосарлы баған тоқимыз. Қатардың соңына дейін өзіңіз тоқи беріңіз. 9-ші қатарымыз аяқталды. Келесі 10-ші қатар. 10-ші қатарда біз мінекей 2 жай баған тоқып аламыз, себебі алдыңғы қатарда бізде қосарлы болған. 1 және 2. Одан кейін қосарлы баған. 1, 2. Енді іздейміз. Келесі мінекей қосарлы бағанымыз мұнда екен. Оған дейін 8 жай баған тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осыдан кейін тағы бір қосарлы баған. Қатар соңына дейін тоқимыз. Қатардың соңында бізде мына жерде қосарлы баған тоқылады. Одан кейін 6 жай баған тоқылуы тиіс. Мінекей 10-ші қатарымыз аяқталды. Бізде 10-ші қатардың соңында 6 қарапайым баған болды. Енді келесі 11-ші қатар. 11-ші қатарда біз мінекей 4 жай баған тоқып аламыз. 1, 2, 3, 4. Одан кейін қосарлы баған тоқимыз. 1 және 2. Келесі бізде 9 жай баған тоқимыз. 7, 8, 9. Енді міне мұнда қосарлы бағанды тоқимыз. 1 және 2. Осылай қатар соңына дейін. Қатардың соңында біз 4 бағанды басында тоқып қойған үшін соңында бізде 5 баған қалуы тиіс. Мұнда қосарлы баған тоқимыз, қалған 5 бағанды қарапайым бағанмен тоқып шығамыз. 11-ші қатарды аяқтадым. Енді 12-ші қатар. 12-ші қатардың басында мінекей 6 жай баған тоқып аламын. 2, 3, 4, 5, 6. Осыдан кейін мінекей мына алдыңғы қатарда қосарлы, сол біткеннен кейін тағы қосарлы баған тоқимын. 1, 2.
Осылайша келесі мінекей қосарлы бағанымыз мына жерде екен. Мұнда бізде қосарлы тоқылады. Арасында 4, 6, 8, 10 жай баған тоқимыз және қосарлы баған. Бұл мінекей байқасаңыздар, мына жерде былай жылжып отыр. Егер мына қосарлы бағаннан кейін емес, қосарлы бағанның алғашқы немесе екіншісінің үстінен тоқитын болсаңыздар, қосарлы бағанды бірін үстіне бірін, менікі сияқты былай жылжып отырмай, бірін үстіне бірін тоқитын болсаңыздар, сіздердің шеңберлеріңіз осындай домалақ емес, мінекей осылай болып шығады. Мұнда мінекей әр қосарлы баған, мінекей байқасаңыздар, көрдіңіздер ме? Бірін үстіне бірі тоқылған. Мінекей қосарлы баған, әр қайсысы үстіне. Мінекей мұнда көрінеді теріс бетінен. Сол кезде біздерде тегіс болып шықпайды, осындай 6 бұрыш болып, 6 қосарлы баған тоқылған бұрыштарымыз қатты осылай көрініп бастайды. Сол үшін қосарлы бағандарды жылжыта отырып тоқимын. Мінекей, міне осылай жылжытып отырып тоқсаңыздар, мінекей астында да онша біліне бермейді. Беті де шеңберіміздің өзі де домалақ болып тоқылып шығады. Мінекей қатардың соңына дейін тоқиық. Осы принципті пайдалана отырып, қажетті ұзындыққа дейін, қажетті диаметрге дейін тоқсаңыздар болады. Мен сіздерге түсіндіру мақсатында осы соңғы 12-ші қатармен аяқтаймын. 11-ші қатармен аяқтаймын. Кейін сосын тегіс жабуды көрсетемін. Осы қатарды аяқтап алайын. Мінекей мынау соңғы қатарымыз. Келесіде былай біріктіру ілмегін тоқимыз дағыны ұшын шығарып аламыз. Мінекей мен қиып алдым жібімді. Кішкене тартып. Енді қараңыздар. Мынау нүктеден емес, міне біздің жібіміз шығып тұр. Содан кейінгі нүкте, осыны қалдырып, келесі мынау нүктеден жіптің етегін алып шығамыз. Мінекей тағы да көрсетем. Міне бізде жіптің етегі шығып тұрған нүкте, одан кейінгіні қалдырамыз. Міне мынау нүктеден жіптің етегін шығарып аламыз. Енді мынау біздің бастапқы жібіміздің шыққан нүктесі, осы нүктеден кері жағынан, мінекей мынау астын іле отырып, мінекей кері жағы жіптің етегін осы нүктеден алып шығамыз. Осылай жасыру арқылы бізде тоқуымыздың үтікпен пармен өңдеп алсаңыздар, мүлдем білінбей кетеді. Мінекей мұнда да мен солай біріктірген болатынмын. Мұнда толық көрінбейді де қай нүктеде біріктірілгені. Тек астын қарасақ, мінекей мынау нүктеде біріктірілген екен. Мінекей осылайша қазынаны будың көмегімен өңдеп алсақ, бұл да білінбей кетеді. Қалған жіптің етегін иненің көмегімен, не болмаса осылай ілмек бізбен тоқымамыздың арасынан өткіздіріп, етегін жасырып аламыз. Осылайша бүкіл тоқыманың бойымен, не болмаса оны түйіндеп жасырсаңыздар да болады. Мінекей маған осы жеткілікті. Етегін қиып алып тастасаңыздар да болады. Не болмаса мықты берік болу үшін осы жіпті қайтадан мынау бір ілмекті қалдырып, мына жағынан өткіздіріп, осылай былай бекітіп қойсаңыз мықты берік болып ұсталынып тұрады. Мінекей осылайша тоқуымыз аяқталды. Осы принциппен жаңа жоғарыда айтылғандай қажетті диаметріңізге дейін тоқып алсаңыз болады. Мінекей мына қосарлы бағандарды жылжыту арқылы екі тоқыманың айырмашылығын көріп тұрсыздар. Егер видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда тағы да көптеген видеолар күтілуде. Сау болыңыздар.